Киев Русь тақырыбына байланысты тақырып тестті бірге талдайық. Оқушылар бүгінгі сабақта қарастыратын тақырып бұл Киев Русі, яғни осы жердегі айтылатын бүкіл кітаптағы мәліметтерді тест ретінде талдап шығатын боламыз. Так, былай дейді, қараңыздар. 6 ғасырда Киевтен Воронежге дейінгі орманды дала алқабын мекендеген тайпалар дейді. Дұрыс жауап шығыс славян тайпалары болады, оқушылар. Яғни славяндар батыс, шығыс, оңтүстік деп үшке бөлінетін болған. Келесі, ол шығыс славян тайпаларының жерінде құрылған мемлекет. Оны Русь мемлекет деп атайды. Кейін бұның астанасы Киев қаласы болуына байланысты тарихта Киев Русі дейтін мемлекет құрылған болатын. Жақсы. Және осы Киев Русінде алғашқы тайпа көсемдерін қалай атаған десе, князь деп айтады екенбіз. Вече деген бұл Киев Русіндегі халық жиналысы, яғни тайпалар арасындағы маңызды проблеманы Вече жиналысына шешетін болған. Тең дейтін бұл герман тайпасындағы тайпа жиналысы. Друидтер дейтін, кельт дейтін варвар тайпасы бар. Кельт қоғамындағы абыздарды жаңағыдай друидтер деп атайтын болған. Так, ежелгі славяндар христиан діні келмей жатып пұтқа табынды. Олардың басты құдайлары Ярило және Перун дейтін құдайлар болған. Ярило бұл күн құдайы, Перун соғыс және найзағай құдайы. Кейінірек 988 жылы, яғни Византия империясынан христиан дінін қабылдап, мемлекеттік дінге айналған болатын. Осы Киев Русі дейтін мемлекетте. Жақсы, енді славяндардың шаруашылығын қарайық. Негізгі шаруашылығы егіншілік. Ал сол егінді, яғни тіршілік, яғни жито деп атаған, как жизнь деген секілді, тіршілік көзі деп атаған болатын. Ал славяндарда ауыл шаруашылығының қосалқы бөлігі ретінде жүргізілген шаруашылықтар, яғни қосымша шаруашылықтар, олар балық аулау шаруашылығы, аңшылық және омарташылық болды, оқушылар. Осы үшеуі. Міне Вече бұл халық жиналысы болды. Қай елде болған десе, Киев Русінде болған деп айтады екенбіз. Кейін бұл енді шығыс славяндар енді өте алауыздық көп болды. Ильмен дейтін көл бар, сол жерде славяндардың арасында бақталастық болған. Сол себепті де мынау шығыс славяндар 9 ғасырдың екінші жартысында, яғни 762 жылы өздерін басқару үшін мынау Скандинавия түбегінен, яғни солтүстік Европадан рюриктер тегінен шыққан князьдерді шақырған болатын. 862 жылы шығыс славян тайпалары не үшін рюриктерді шақырды деп сұрайды. Себептері екеу. Біріншіден, сол уақытта Еуропада үстемдік етіп отырған славяндардың қарсыласы викинг тайпасы, соған тойтарыс беру керек болды. Екінші причина ол Ильмен көлінің бойындағы тайпалар арасында бақталастықты жою үшін шақырған болатын. Енді осы рюриктердің туысы бірінші Киевті жаулап алып мемлекетті құрады. Ол 9 ғасырдың соңында болады. Киевті жаулап алған рюриктің туысы Олег дейтін князь екен. Міне, ол Киев князьдері Аскольд пен Терді өлтіреді. 782 жылы древлян, северян және радимичтер дейтін тайпаларды бағындырған князь Олег болады. Және осыдан кейін Киев Русі дейтін мемлекет құрылады. Ол 882 жылы құрылған екен. Жақсы. Сөйтіп, Олег осы Киев Русін басқарған алғашқы князь болды. Оның тұсында болған дұрыс дәйектерді айтайық. Христиан дінін алғаш қабылдаған ол Ольга, Олег емес. Сол үшін бұл қате. Киев жерін 33 жыл бойы басқарды, ол дұрыс. София соборын салдырған Киевте ол Ярослав Мудрый. Значит, бұл Олегке қатысты емес. Киев Русі мен Византия арасында экономикалық байланыс орнаған жоқ Олегтің кезінде. Владимир дейтін князьдің тұсында болды. Варианты дұрыс. Днепр дейтін өзеннің орта ағысында славян тайпаларын бағындырып мемлекет құрады. Варианттары дұрыс болады. Варианты қате. Устав қабылдаған жоқ. Устав қабылдаған Киев Русінің князі ол Владимир Мономах. Жақсы. 912-945 жылдары Олегтен кейін Киев Русін басқарған рюриктің баласы ол Игорь. Және Игорьден бастап Киев Русінің князьдері рюриктер әулетінен шыққан деп саналады. Сөйтіп Киев Русінің астанасы міне Киевтің өзі болды.
Бірақ 945 жылы древлян дейтін тайпа салық жинау кезінде өлтірген князь Игорь өледі, одан кейін оның әйелі келеді. Ольга дейтін княгиня бар. Енді Игорьден кейін баласы Святослав жас болуына байланысты әйелі отырды. Ольга жесір болғаннан кейін барады да күйеуінің кегін қайтарады, древлян тайпасынан. Енді Ольганың тұсында ары қарайғы өміріне не істейді? Ол христиан дінін қабылдайды. 957 жылы Константинопольге барып, Византия империясынан христиан дінін алғаш қабылдаған болатын. Міне, негізі 945-972 жылдары Киев Русьтің қуатын арттырған Игорьдің баласы Святослав. Ол өскенше уақытша анасы Ольга отырған болатын. Святославтан кейін енді 3 баласы болады. Олег пен Игорь, Олегтің және Ярополк дейтін балалар болады. Осы Игорьдің Олег пен Ярополк бір-бірін өлтіреді, сосын ең кенже баласы таққа Владимир отырған болатын. Оның кезінде Киев Руси мен Византия арасында байланыс орнады, және ол 988 жылы Киев Русінде христиан дінін қабылдаған князь ретінде тарихқа енген болатын. Осы оқиға Киев Русінің халықаралық беделін өсірген тарихи оқиға. Ол Киев Русінің христиан дінін қабылдауы. Ал славян әліпбиін жасаған болгарлар, Болгария ағартушылары. Болгариядағы Кирилл мен Мефодий дейтін ағартушылар. Жақсы. Енді Ярослав Мудрый дейтін князь бар, Владимирден кейінгі келген князь, оның байланысы қандай дұрыс дәйектер бар. Ол орыс мемлекетін нығайтып гүлдендірді. Еділ бойына міне Ярославль дейтін қаланы салдырады, мемлекеттің жерін кеңейткен болатын. Және Ярослав Мудрый орыс мәдениетінің дамуына жағдай жасауының көрінісі міне монастырлар жанынан шіркеу мектептерін ашқан болатын. Және ол София соборын салдырды 1037 жылы. Сонда бұл Византиядағы Константинопольде бірінші Юстиниан салдырған София соборының екінші филиалы десек болады. Екінші филиалы қай жерде ашылған? Киев Русінің астанасы Киевте. Сөйтіп Ярослав Мудрыйдың кезінде Батыс Еуропа мен әулеттік некенің негізін салады. Киев қаласының тауарлары мынау шығыс әлеміндегі Бағдат, Александрия, Хорезм елдеріне дейін тауарларын сатқан болатын. Ал қала мен деревнядағы әлеумет шиеленісі әлсірету мақсатында устав қабылдаған князь ретінде тарихта кім? Бізде Владимир Мономах енген болатын. Ал Киев Русінің мәдениетін қарайтын болсақ, оның мәдениетін қалыптастырған шығыс славяндар, яғни дамыған славяндар, орыстар, украиндер және белорус халқы. Ал болгар ағартушылары Кирилл мен Мефодий жасаған әліпби бар, ол славян деп аталады. Ал Киев Рус мемлекетінде қайың қабығына жазылған грамоталар, хаттар, шаруалардың арыздары табылған қала Новгород қаласы. Ал монастырлардан табылған жазба деректерді, оқиғалар жазбасын орыстар летопись, яғни жылнама деп атаған. Дәл сондай бір жылнаманың бірі кітапта мысал ретінде келеді. Киев Печер дейтін монастырдың монахы Нестор жазған шығарма бағзы бір замандардың хикаясы, повесть временных лет деп аталады. Енді 1086 жылына Киев қаласында қыздарға арнап мектеп ашқан Мономахтың туысы тарихта енді. Сонымен қатар Византияның үлгісінде Киев Русінде көптеген салалар дамыды. Әліпби қабылданды, сәулет ескерткіштері бар, бізде мынау шіркеулерді. Сонда Византияның үлгісінде Киев Русінде салынған сәулет ескерткіштері Успен соборы деген бар, Спас-Преображенский монастыры, София соборы және Десятиная шіркеуін қосып өтсек болады. Осындай сәулет ескерткіштері тарихта енді. Жақсы оқушылар, барлығыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментария қойсаңыздар болады. Осымен бізде Киев Русіне байланысты ауқымды 35 сұрағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.